Сәлем достар, мен сіздермен бүгін цветной капустадан дәл осындай керемет, дәмі де ерекше, тез дайын болатын тамақ жасауды үйрететін боламын. Ол үшін ең алдымен цветной капустамызды ыдысымызға салып аламыз, үстінен су құямыз. Толтырып су құйып, ішіне тұз саламыз. Суымыз цветной капустамызды жабып тұруы керек. Енді біраз қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып, газға қоямыз. Газды дәл осындай 5 минут қайнатып алғаннан кейін, артын аударып алып, тағы 5 минут қайнатамыз. Одан артық қайнатып жібермеңіздер. Өйткені біздің цветной капусталарымыз тез піседі, сондықтан да шашыраңқы болып кетуі мүмкін. Тағы 5 минут қайнатып алғаннан кейін енді аламыз ыдысымызға. Жақсылап суытып аламыз. Енді біз ішіне начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге фарш керек болады, пияз керек болады, және әртүрлі дәмдеуіштер керек болады. Мен пиязымды теркадан өткізіп, суын шығарып алдым. Сіздер де дәл осылай жасаңыздар. Кішкене сарымсақ салдым. Енді жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді суыған цветной капустамыздың артқы жағын осы жерін алып тастаймыз. Мен пісіріп жатқан кезде әдейіге алған жоқпын, өйткені шашырап кетуі мүмкін еді. Сондықтан да суытып енді алып тұрмын. Енді ішіне фарштарымызды жақсылап жайғастырып аламыз. Фарштарды жайғастырып жатқанда өте ақырын жұмыс жасау керек, өйткені сынып кетуі мүмкін, бөліктерге бөлініп кетуі мүмкін. Сондықтан да жаймен жайғастырыңыздар. Енді мен үстіңгі жақтарынан да жайғастырамын. Дәл осылай араларына фарштарымызды жайғастырып аламыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менің видеоларымды біріншілерден болып көресіздер. Ал біздің цветной капустамызды дайын болды. Енді духовкаға салатын ыдысқа салып аламыз. Бұл ыдыс менде духовкаға салынатын ыдыс. Енді үстінен сарымсақты жақсылап сүртіп шығамыз. Енді 2 ас қасық қаймаққа 2 ас қасық майонез қосып, сарымсағымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған соусымызды цветной капустаның үстінен жағып аламыз. Достар, өте тез дайын болатын, дәмі де ерекше болып шығатын тағам міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал енді үстіне теркадан өткізіп алған сырымызды сеуіп шығамыз. Қызып тұрған 200 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Біздің цветной капусталарымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай керемет болып пісіп шығады. Іштері де сочный болып, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыз. Ал достар, сіздерге сәттілік.